Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Бүгін сөз қадірі, адамның өз қадірі деген тақырыпта әңгіме қозғайық. Негізі қазақ айтады, әркімнің өз аузынан шыққан сөзі тағдырына айналуы мүмкін дейді. Кей кезде алып қарайтын болсақ, бір жаман сөздер де айтылып кетіп жатады, Сонда негізі айтады, аталарымыз, апаларымыз айтып жатады. Не айтсаң да байқап сөйле дейді, Егер де періштелер әумин десе, балаңыздың өміріне, немесе өзіңіздің өміріне, немесе жолдасыңыздың өміріне, туыс-туғандардың өміріне сол келуі мүмкін дейді. Сондықтан да әр адам өзінің аузынан әр шыққан сөзіне байқап, абайлап сөйлеу керек екен. Негізі алып қарасақ, кей отбасылары болады, жолдасымен сондай ұрсысып, нашар тұрып жататын жағдайлары да болып жатады. Оны қазақта айтады, ит пен мысық сияқты дейді. Негізі алып қарайтын болсақ, осындай отбасыларда енді көпке ұзамай ажырасып кетулері де болып жатады. Бұның түбіне келіп қарайтын болсақ, бұл не себепті осындай жағдайға келді десек, ол отбасылардың бірін-бірі тыңдай алмау себептері. Және де сөз қадірін білмеулері. Негізі алып қарайтын болсақ, қазақтың әр сөзіне мән беріп, мағынасына, түбіне қарап, оның әр сөзін бағалайтын болса, әрине әр отбасы байқап, әр сөзді бағалап сөйлейді. Сондықтан да қымбаттыларым, сөйлеген кезде бағалап, әр сөзді саралап, не айтып жатырмын деген сияқты ойланып сөйлеу керек, Егер де балаларыңызға тілек айтқан кезде де бір әдемі тілектерді, бата айтқан кезде әдемі бата беріп, өміріне, болашағына сондай әдемі күндерді тілейтін болсаңыз, әрине, негізі бата мен ел көгереді деп қазақ халқы бекерге айтпайды, көк пен жер көгереді дейді. Сонда көрдіңіз бе? Негізі баталы сөз, аталы сөз, дуалы сөз деп айтып жатады. Сонда мына адамның тілегі баталы сөзбен адамның өміріне көптеген жақсылықтарды әкеп жатады. Сондықтан да жолдасыңызға, немесе балаларыңызға қандай да бір ыза болып, жаман сөз айтайын деп тұрсаңыз, үндемей қалуға тырысыңыз. Одан да өміріне жақсылық әкелетін сондай бір керемет әдемі сөздерді айтып қалуға тырысыңыз. Мына адам сондай бір әдемі көңіл күйде тұрғанда, және де жаман көңіл күйде тұрғанда айтылатын зіл сөздер деп айтып жатады, Мына жаман көңіл күйде тұрып айтып жатқанда зіл сөз шығады дейді адам аузынан. Ол да қарғыс болып адамның өміріне байланысып кіріп кетуі мүмкін. Сондықтан да жаман сөз айтпас бұрын бірінші ойланып, одан кейін барып сөйлеуге тырысыңыз. Және де негізі айтады, сабыр түбі сары алтын дейді. Әр адам сабырлықты сақтай білетін болса, өз өміріне де, отбасына да, балаларының, немерелерінің болашағына да өте көптеген жақсылықты, жақсы деген үлесін қосатын болады. Негізі мен өз басым алып қарайтын болсам, осы бата беріп отыратын үйлерде, қарттары бар үйлерде, балаларын қарасаң, өмірлері де мәнді, мәнерлі, сондай сүйкімді де сұлу өмір сүріп жатады, дендері де сау болып, жүрген жерлерінде жолдары ашық болып тұрады. Мұның мәнісі неде дегенде, осы беріліп жатқан бата, ананың ақ тілегі, әкенің батасы, жақсы тілектері балаларының, ұрпағының, немере шөберелерінің өміріне береке болып, жақсылық болып, әдемілік болып келіп жатады. Сонда қарап нететін болсақ, енді көңіл бөлетін болсақ, сөздің құдіреті бұл керемет сіздің өміріңізге жақсылықтарды әкеледі.